Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздерге өте дәмді оңай жасалатын ораман нанның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, бір жұмыртқа, су, тұз қажет. Мен адам санына қарай ұнды алдым. 2 кішкене бөлікке бөлінеді. Бірінші жұмыртқамызды ұнға жарып, тұзды суымызды шетінен қосып илейміз. Жақсылап илеп болғаннан соң 2 бөлікке бөліп, тындырып қоямыз. Арасында 2-3 рет илеп тұрамыз. Қамыры тынғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 бума жүзай, үлкен көлемде 1 пияз, 7 жұмыртқа, жарты стақан сұйық май, тұз, қарабұрыш қажет. Жүзай пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Жұмыртқамызды қуырып, олардың үстіне жарты стакан сұйық май, дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде салмасы дайын. Енді тынып тұрған нанымызды жұқа қып жайып салмамызды саламыз. Нанымызды 2-ге кесіп ораймыз. Содан кейін қасқанға салып 30-35 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет.